Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Матока. Бүгін менде жаңа видео шықты, яғни бұл универдегі махаббат деп аталады. Достар, мен көп видео түсірген жоқпын, сондықтан оған ренжімеңіздер, өйткені ол менің өзімнің жеке проблемам. Достар, енді насаттерге лайк басып кетіңіздер, ал мен киномды бастайын. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Универге қош келдіңдер. Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз, апай. Жақсы саламатсыңдар ма? Бұл универ Алматыдағы ең беделді университеттердің бірі десек те болады. Аттарыңды таныстыра кетсеңдерші. Ал сен қыз бірінші айта ғой. Менің есімім Аида. Жанел. Аделия. Менің есімім Мәриям. Менің есімім Баубек. Менікі Әлихан. Айдар. Ұмытып қалдым, қандай еді? Менің атым Бекзат. Ал менің атам Лаура Мақсатқызы. Таныс болайық. Жарайды. Мына жақтағы ұлдардың бөлмесі, мына жақтағы қыздардың бөлмесі. Жарайды, апай. Жақсы, апай. Онда бара беріңдер. Біздің деген комнатамыз өте уютный ғой, өте маған қатты ұнады. Иә, дұрыс айтасың, Аделия, маған да қатты ұнады. Айтпақшы, қыздар, аттарың кім? Менікі Аида, Жанел, Аделия, Мәриям. Таныс екеніміз ғой. Негізінде Мәриям екеуміз бұрыннан садиктен бері, детсадтан бері бірге жүрміз. Екеуміз жан құрбымыз. Иә, жарайды қыздар, көп сөйлемей, заттарымызды жайғастырайық. Дұрыс айтасыңдар. Әйтпесе мен де мына киіммен жан кеттім ғой тегі. Сол ғой. Қыздар, барлығымыз өз жұмыстарымызды істеп отырмыз ғой. Не істеп отырсыңдар? Мен негізі былай кітап оқығанды жақсы көремін. Мен негізі жеке бизнесмен қызбын. Соған байланысты мен компьютерімді келдім, соткам үйде қалды. Потому что соткамда көп нәрсе жоқ. Компьютерімде көп нәрселер бар. Сен ше, Аида? Мен анаммен сөйлесіп отырмын. Жақсы. Сен ше? Мен де телефон қарағанды жақсы көремін. Жарайды. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Сәлем жігіттер, қалайсыңдар? Сендердің аттарың кім? Әлихан. Айдар. Достар, мен шатасып кетіп жатсам, кешіріңіздер. Баубек. Бекзат. Жарайды, заттарымызды орналастырайық онда. Енді заттарымызды жайғастырып болдық. Сендердің өздерінің жақсы көретін істеріңді қарасам, мен кітап оқығанды жақсы көремін. Ал сен тамақ жеген жақсы көретін сияқтысың, иә, Айдар? Әлихан. Иә. Ал Бекзат, сен телефонға қараған жақсы көретін сияқтысың ғой? Иә. Ал Баубек, сен спортпен айналысқан жақсы көретін сияқтысың. Иә, қайдан білесің? Мен білгішпін ғой. Ал мен сенің түріңе қарасам, тарих білетін адам сияқтысың. Иә. Қыздар, маған мына университет қызық болатын секілді. Иә, маған да солай көрінеді. Жарайды, онда отыра берейік. Қыздар, жүріңдер, асханаға барамыз. Жақсы болды, қатты ашып кетті. Так, компьютеріне қатыстып кетейін. Менде телефон қатыстып кетейін. Кітабымды мен тоже жаққа тастап кетейін. Мен телефонды, конечно, ұраға тастайын. Жарайды, апай жүріңіз. Жақсы балдар. Ұлдарға да жүрейік. Балалар, жүріңдер, асханаға барамыз. Жақсы болды ғой. Жарайды, мен тастайын о жерге. Телефонымды қатысып кетейін. Жарайды, апай жүріңіз.
қыздар ас болсын. Мә, ана бізге қарап отыр ма? Қараңдаршы. Иә, сол сияқты ғой. Мә, анау ақ шашты қызды енді айта алмаймын. Прям әдемі ғой. Сен оны қоя берші, ана күлгін шашты қыз ше, шашы қысқа, үстіне көк киген. Соны айтсаңдаршы. Мә, шаш әдемі ғой. Өзі әдемі. Ана қызды айтсаңдар, шашы ұзын, ше, көк жасыл киініп алған, алқасы бар. Өзім сияқты. Мә, күшті ғой, сонымен жүріп алсам не болады екен. Ана қызды қарасаңдар, шашын екі жаққа түйіп алған. Күшті ғой. Шынымен аналар бізге қарап отыр ма? Солай секілді. Ұлдар, қайда қарап отсыңдар, ұлдар? Ұлдар, қайда қарап отсыңдар, қыздарға қарап отсыңдар ма? Жоқ, апай, қайдағы қыздар, біз жай бір жерге қарап қаламыз ғой, аң-таң болып. Мә, аналарды қарасаңдар, апай олар ұрсып жатыр, аналар ұялып қалды ғой, еттері қызарып деген. Иә, айтпа. Ана деген күшті екен, ана бала бар емес па ше? Шашына бір ақ басындай. Сол күшті ше. Балалар ас болсын, жеп алыңдар тез. Ал балалар жүре беріңдер. Арттан сендерді барам. Мә, аналар деген бізге қарап қалғаны қалай кетті, иә? Сол ғой. Иә, мен даже ана жерде өзім ұялып кеттім ғой. Иә, мен ұялғанды айтсаңдаршы ана жерде деп. Жарайды онда қыздар.